Бүгінгі сабаққа берген біздің атамыз бен апамыздың батасы деп білейік. Оқып алдық па? Барлығын? Жақсы, енді өткізе беремін. Ғарышкер әдісі арқылы балалар біз жақын даму аймағын қалыптастыра алайық, яғни істейміз топқа бөлінеміз. Барлығымыз ортаға келейік. Алпамыстан бастайық. Алпамыс біреуін таңдайлайық. Қандай сан? 25 деген қандай сан балалар? Өте жақсы, натурал сан. Ендеше натурал сандар деген бірінші топқа жиналамыз. Бұл жаққа келесің. Келесі. Мына топқа келесің. Қандай таңдайық? Қандай сан? Натурал сан. Жақсы, натурал сан. Тобына келеді. Келесі. Қандай таңдайық? Бөлшек ба? Оқи ғой. Қандай? 33. Жақсы. Екінші жай бөлшектер тобы, екінші топқа келіп жайғасам. Келесі. Аралас. Оқи ғой. 10-15 екінші топқа жай бөлшектер тобына. Келесі. Қандайымыз қызы? 1. Айғару? 1. Натуралсын бірінші топқа емен. Келесі жүрек. Басы? 26. Жақсына топқа келеді. Келесі, қандай көреміз балалар? Қандай сан? Араластан оқимыз? 1,13. Жақсы. Қай жаққа келеміз? Жай бөлшектер екінші топқа. Оқимыз? Жақсы, екінші топқа барады. Жай бөлшектер тобына келесі. 10 бөлшек оқи ғой. Ой. 10-нан 10. 10,10. Келесі үшінші топтан жүрек. Жауабын ой. Келесі қандай келеді ғой. Балалар, бізге берілген теңдеулер оның жауаптарын қазір ғана өздеріне сәйкестендіріңдер. Барлығымыз осылай шықты ма? Теңдеудің компоненттерін білеміз ғой? Бірінші теңдеуде азайғыш, азайтқыш, айырманың мәні белгісіз сан. Ол бізде ненің орнында тұр? Азайғыш па, азайтқыштың ба? Азайтқыштың орнында тұр. Ондай болса біз не істейміз? Азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Екіншіде қосылғыш, қосылғыштың мәні. Бұл жерде бір қосылғыш белгісіз. Енді қосылғыштың мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Үшіншісі де дәл солай, төртіншісі де дәл солай. Жақсы болады. Үй тапсырмасы барлығымызда дұрыс болса, бірінші ұяшық несімен бояп қоямыз. Және аты жөндерді әрқайсының несінде жазып қойыңдар. Сабақ соңында осы бойынша бағаламыз. Так, миға шабуыл әдісі арқылы өткенді қайталап есіңізге түсірейік. Қайғазан әдісі арқылы бірінші бізге берілген 4-тен 3 деген жай бөлшек. Біз оны неге айналдырып жазуымыз керек? Ондық бөлшекке айналдыруымыз керек. Қайсысы жауап сәйкес келеді балалар? 4-тен 3. Аяғы? 25-тен берем, 25-тен көбейтеміз 100, 25-тен 3-ке көбейтсек 75, 75. Нөл бүтін? 75. Яғни толықтауыш көбейткіш нешеден бер? 25-тен бер. Ондық бөлшекке айналдыру үшін жай бөлшекті бөлімі қандай сандар болу керек болады? 10, 100, 1000, 10 мәні 10 сандар болу керек. Жақсы. Біздің тайғазанымыздың астына не жағылды? Келесі, 8-ден 1 деген жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырайық. 10-ға келе ма? Келмейді. 100-ге? Жоқ. Неге келеді? 10-ға келу үшін біз 10-ды 8-ге бөлеміз, сонда толықтауыш бөлшек. Жақсы, дұрыс екен. Келесі. Мұна берілген сандардағы ең үлкен сан. Ондық бөлшектер салыстыру бойынша. Кім айтады? Әлімжан айтады? 100-ден 15. Дұрыс па? Жоқ. Кім дұрыс айтады? Қандай? 1,12.
Nega 1.2 ulkan bo'ladi? Barbunda o'ttiribdan keyin 2 soni, mana 14. Mana 2 degan bir sonda, so'ngdan 2 dan keyin o'ldirsa, u 20 bo'ladi. 20 14 dan ulkan, 15 dan ulkan bo'ladi. So'y, ne salqarni. Kelesi. Xatardagi eng kichik son deydi. Bo'yini 1 qancha? 1.14. Do'stlar bo'ladi. Sizga ko'ring. Qanchasi? Kelesi. Bir qo'shilgan 0.14 deydi. Qaysini? Qaysini sen aytadi? Bu yerda do'stlar, 1 degan qandaysan? Natural 0.14 degan qandaysan? Natural sondan bo'lchakka qo'shsangiz, uni natural sonda nega qo'shamiz? Butun bo'lakka. Buni 10 bo'lchakning butun bo'ligi qancha? 0 ekan. Demak, 1.14 bor ekan. Yaxshi, kelasi. 3.0 butun 6 shim. Do'stlar, buni qalay qo'satdik? 35 ga 25 qo'shamiz, 60 bo'ladi. Al bu yerda 3.0 2.0 so'ngdan butunning keyin bo'ldi, ne istaymiz? 6 Ya, sog'aymiz. Kelasi 12 dan 10.5 azaytib kerak. Kerak. 1.5. 20 dan 105 alalım, 15 bo'ladi. Deb arasini istaymiz, deb qo'yamiz. Kelasi bolalar, biz mana sifrli sandiqlarni achish uchun mana yerda 4 bit berilgan. O'sha bitlarni kezegini ochsak, bu savolimizni qaqirib tushadi. Birinchi bitga masalada o'nliq bo'lchaklarda jay bo'lchakka qalay aylantiramiz deydi. Yana o'zlari o'zidan bayonsiz turishadi. Nima ayollar? O'nliq bo'lchaklarda jay bo'lchakka aylantirish uchun ular butun bo'lagini oldin yozadi. Misol keltirib bo'lsak, biz 114 degan son bizga jay bo'lchakka aylantirganda 114 Jay bo'lchakka qalay aylantiramiz? Yaxshi. Kelasi. Lekin o'nliq bo'lchaklarda qalay azaytamiz? O'tir tanvasi kerakligiga yetib, sakkiz razryadlari bir-birini aslida nisbatan o'rnashtiradi. Yaxshi. Qo'sbay azaytgandan keyin o'zini asmalda qo'yamiz. Kelasi. O'nliq bo'lchaklarda qo'shib berishimiz mumkin. To'g'ri dal azaytib berishimiz kerak. Aytadi. Xo'pamiz. O'tirni asmalda jazib o'nliq bo'lchaklarda bir-birini qo'shamiz. Bugungi taqdir qoladi. O'nliq bo'lchaklarda qo'shish ya'ni azaytuvlar esitib bugungi o'quv maqsadi o'nliq bo'lchaklarda qo'shish ya'ni azaytuvda o'rindov. Biz o'sha o'quv maqsadidan yetish uchun ishlaymiz. Haliga yerda kelasi bola. Har qaysimizning jonimizda jug'imiz bor. Hozir barimiz jug-jugdan o'tirib, endi o'yini ikkinchi mana shu yerdan qo'shni adresi orqali kelgan bir suratni tanlay qo'yib, hech birovni tanlay bo'lsa mana shu yerda. Sizlarga o'zlaringga armog'an taqsimlashadi. Mana chiqdi. Mana aslida deskriptori turib bor, ya'ni o'g'an qo'yiladigan balidir. Senda ro'z topshirmani o'rindasanglar, mana sizlarga berdim qo'y o'zingiz baralab qaradi. Sol yerga 2 bal taqdim etsangiz, hozir o'tirib, alpamiz birga jupdan o'rnaymiz. Kelasi qanday keladi? Keladi. Ana senda topshirmani o'tirib o'rnaymiz. Endi vaqt qolmay bor o'rnayveramiz. Havo chiqib qo'ydi. Ha, ekan. Mana senda videolarni kelasi banda Hiç direksiyon yapıyor. Böyle bakıyor. Ondan sonra. Peki bir şey böyle bak. Aydan artık şimdi. İsminiz baba. Şuradan bulamız. Çocuğun canım. Dolamızdan izlettiğimiz. Bolsa tanıştınız. Tamam. İsminiz? Tutmamızı
Onun 480 пайдаланды. Несеңіз? Дұрыс жауабы болды. Білсеңіз бұл жерде барлығын табу үшін екеуі қанша шықты жауабы? Дұрыс па? 428 бола ма? Ұстап қойсаңыз. Алихан, ал бері. Ne korktunuz mu? Senin olan 4 8 olsun. Her жұп бала өз тапсырмаларын дәптерге орындап түсіреді. Тас болма жүрек, жақсы. Жазып болғандар бар ма? Келесі алшақлар бар ма? Десеңіз серіп түсетін дәстүрге қимылды қайталайды. Домбыра деген ол қазақтың ол біздің ұлттық ұлттық құндылықты әрқашан есту керек. Сендер де қандай? Біреуін қайда? Асырату ол? Қазақтың ұлттық ойыны. Бұл да біздің ұлттық құндылығымызға жақсы отырады. Келесі тапсырма. Бүгінгі сабақ түсінікті болмағандар. Қиындық туылдырған тапсырмалар болды ма? Сол туралы жазасыңдар, иә? Болса, әкеліп маған өткізіп, мына кейбіреулердің үстін есепке